Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бізге мына жақта пайкілеуге бізде Hilux 2019 жылға машинанікі, арабский сборка, соның колонкасы келіп отыр. Вроде жаңа колонка, бірақ бұл колонка істемейді. Неге істемейді? Себебі бізде нара жақта қарап отырсаңыздар, мына проводтар, мына қазір көрініп тұр, сол окисление берген. Ол арабтарда білесіздер, сухой погода, ыстық болғандықтан ол жақта өздеріне жарай береді. Ал біздікі салқын бар, ылғал, сонымен бізді окисление берген. Қазір мына жақтан біз енді өлшеп мындай тестермен сіздерге дәлелдеп көрсетеміз. Стиметрға мына жақта мына тестерді қосқан кезде қазір прозвонка жасайтын боламыз. Мына қарап отырыңыздар, мына көрдіңіздер ме? Ешқандай шиқылдамайды. Значит, burada сигнал жоқ деген себеп. Ал мына жақта мына қараңыздар. Мына жақта сигнал бар. Значит, жаңағы екі ортада, осы екі ортада бізді провод жарамайды деген сөз. Осы жерде біз қазір осыраны пайкілейтін боламыз. Мына қазір пайкілеу жерін көрсететін боламыз. Қазір мына жақта енді жалғайтын жерімізге, сондай мына жақтан мына қазір қарап отырсаңыздар, мына простой кәдімгі интернеттің UDP кабельдің соны біз проводын қолданатын боламыз. Екі жағын кәдімгіден мына пайкілеп қойып қойдық, сыртын олып жасап. Енді қазір мына соң орын жалғайтын боламыз. Қарап отырсаңыз, бұлайша қарапайым, бірақ енді оны маман істеген дұрыс қой. Жалғайтымыз екі провод. Қазір мына екінші жағын жалғайтын боламыз. Қарап отырсаңыздар, кішкентай жерден бізде колонкамыз істемей тұр. Колонка істемесе білесіздер, магнитофон істемейді. Магнитофон істемесе өлең тыңдай алмаймыз. Кішкентай себеп, бірақ үлкен нәрсе істемей тұр. Осыған жалғап жатырмыз. Мына екінші жағын жалғап жатырмыз қазір. Мына біз жұмыс аяқталып қалды, жалғап болып қалдық. Міне болды. Осымен бізді қазір енді тестермен тексеріп көретін боламыз. Жұмыс аяқталды. Соңында енді прозвонка жасап көреміз. Міне сигнал бар. Міне яқтан тексеріп көреді. Міне сигнал бар. Бұл колонка істеп тұр деген сөз. Жақсы, сау болыңыздар. ADK каналына тіркеліңіздер. Бізбен бірге болыңыздар.